Сәлем достар, біз бүгін алма бәлішін жасайтын боламыз. Сол үшін 3 жұмыртқа, ванилин, 1 пакет, сосын разрыхлитель керек болады. Разрыхлитель, яғни қопсытқыш, жарты шай қасық керек болады. Содан кейін жақсылап тұрып, негізінен келесі ингредиенттер, безендіруге, мынаны мен ішіне салуға 3-4 кішкентай алма, шекер, содан соң ұн керек болады. Бізге міндетті түрде осы ингредиенттермен жасап шығамыз. Осылай шекерді қосқасын, міне кішкентай тұз қосып жібердім, шым-шым. Сөйтіп, үшеуін бірге жақсылап тұрып араластырамыз. Сонда бізде жақсы масса шығады болады, достар. Оны жақсылап араластыру өте маңызды, себебі шекер мен жаңағы жұмыртқа бір-бірімен араласпай қалса, болашақ жаңағы пирогымыздың өзі, бәлішіміздің өзі дұрыс піспеген болып, немесе жұмыртқаның дәмі шығып тұруы мүмкін. Сол үшін жақсылап бір-бірімен араластыру керек. Араластыру өте маңызды этап бұл жерде де. Сосын жақсылап тұрып араластырғаннан кейін келесі каналға жазылуды ұмытпаңыздар әрине. Сосын 1 пакетик ванилинді салатын боламыз. Осылай жақсылап тұрып араластырамыз. Ванилин өте маңызды емес, ол қалауларыңызға қарай салынады. Иісі керемет болғасын, мен салуды жөн көрдім. Дәмі де, иісі де керемет болсын деп. Солай жақсылап тұрып араластырып салдым. Содан кейін жақсы араластырғаннан кейін келесі бізде ингредиент әрине ұн болады. Ұнды бөлік-бөліктерге бөліп салған дұрыс, және електен өткізіп салыңыздар. 170-200 граммдай салу керек. Содан кейін осылай жақсылап тұрып араластырып шығамыз. Осындай ұрып болсын араластыру керек. Сонда сіздерде жақсы масса тестер шығатын болады. Сосын жақсылап араластырғаннан кейін келесі этапта міне жарты шай қасық қопсытқыш, яғни разрыхлителімді салған болатынмын. Сосын барлығын жақсылап араластырған кезде түрі осындай болып шығады. Сол кезде сосын жаңағы алманы саламыз, туралған ішіне саламыз деген алма бар ғой, соны салатын боламыз. Содан кейін жақсылап тұрып араластырамыз, бұны да түрі өте әдемі болып шығады осындай. Сосын біз бұны не істейміз әрине? Келесі қызып тұрған пешке, 200 граммдағы пешке 30-40 минут салып қою керек. Міне осындай болып әдемі болып безендірдім. Келесі бізде оның піскенін негізінен осындай болып шығуы мүмкін, және де ол үшін шпажканы немесе спичканы қолдану арқылы, сіріңкені қолдану арқылы тексеріп шығыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.